Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып информатика пәнінен олимпиадаға дайындауға арналған сайттар. Бұл сайттар тек қана олимпиада есептері емес, сонымен қатар бағдарлама тілдері, өзіңізге керекті бағдарлама тілін таңдап, сол арқылы есептер шығарсаңыздар да болады. Сол есептерді қарап көрсеңіздер болады. Бүгінгі тақырыпта біз үш сайт жайында айтатын боламыз: asmp.ru, codeforce.com, codevars.com. Мен өзім жеке практикада қолданып көргендіктен осы сайттарды алдым. Тек қана бұл сайттармен шектелмейді, басқа да сайттар бар, өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Бірінші біз asmp.ru сайтына тоқталайық. asmp.ru сайтының интерфейсі сіздер экранда көріп тұрсыздар. Біз қазір осы сайтқа кіріп, қалай тапсырманы орындау, қалай жіберу керектігін көретін боламыз, және қатенің қандай түрлері бар екенін танысатын боламыз. Сайтқа кірместен бұрын осы сайттың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталайық. Бірінші артықшылығы, тапсырмаларда күрделілік және шешуге қабілеттілік деңгейі пайызбен көрсетілген. Қазір сайтқа кіріп көрсетемін, сол жерден қай батырманы басу арқылы осы күрделілік деңгейін көрсетуге болатынын көресіздер. Әрі қарай тапсырмалар санатқа бөлінген, яғни белгілі бір математикалық есептер деген секілді әртүрлі санатқа бөліп өзіңіз шығаруыңызға болады. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, жаңа тапсырмалар қосылмаған, яғни бұл сайтта нақты 1000 тапсырма бар, сол 1000 тапсырмамен шектелген. Енді сайттың өзіне кіріп көрейік. Интерфейсін көріп тұрсыздар, алғашқы ашқан кезде блок бөлімі ашылады, осы жерде соңғы жаңалықтар көрсетіліп отыратын болады. Енді тапсырмаларды орындау үшін экранның сол жақ жоғарғы бөлігіндегі задача бөліміне кірсеңіз, немесе архив задача бөлімінде қарасаңыздар болады. Жаңа айтып өткенде, бірінші ID, то есть 1000 тапсырма бар, әрқайсысына сәйкес өзінің ID бар, задачалар, тапсырманың қысқаша атауы, әрі қарай санаттары, длинная арифметика, задача для начинающих, өзіңізге керекті санатқа сәйкес соны бөліп алып, іздеу бөліміне қарасаңыздар болады, барлық санаттар. Әрі қарай разбор бөлімі барлық тапсырмада қарастырылмаған, тек бастапқыларында қарастырылған. Осы сайтпен енді жұмыс істеп бастасаңыз, осы разборы қарастырылған тапсырмалардан бастасаңыз жеңілдеу болады. Сложность, қиындық деңгейі, егер батырманы бассаңыз, алғашқысында ең жеңіл тапсырмалар келеді, одан әрі қарай қиындай беретін болады. Решаемость, то есть осы тапсырманың қанша пайызға шешілгендігі жайында көрсеңіз болады. Принято, то есть қанша жауап, осы тапсырма қанша жауап қабылдағанын көрсеңіз болады. Енді кодты тексеріске қалай жібереміз? Мысалы, сумма деген тапсырма бар. Бұл тапсырмада 1-ден n-ге дейінгі сандардың қосындысын табу керек. Яғни 5-ті енгізген кезде 1-ден бастап 5-ге дейінгі сандардың қосындысын шығару керек. Тапсырманы тексеріске жіберудің екі түрлі әдісі бар. Бірінші, исходный кодты осы жолға енгізесіздер. Енгізерден алдын бағдарлама тілін дұрыс таңдап алуды қараңыз. То есть өзіңіздің жазып жатқан кодыңыз сәйкес келе ме сол бағдарлама тіліне. Екінші, файл с исходным кодом решения. То есть өзіңіздің компьютеріңізде уже осы есептің шешімі болса, соны жүктегіңіз келсе, осы жерден выбрать файл басу арқылы жүктеп тексеріске жіберуге болады. Давайте осы файл с исходным кодом решениені орындап көрейік. Ол үшін мен дайын файл бар. Так, міне осы файлды жіберем. Қараңыздар, комментарийде тұрған бұл дұрыс жауап. Біз қазір қате жауабын тексеріп көретін боламыз. Ол қазір мына кодты тексереді, одан экранға шығарады. Бірақ бұл кодты жібергеннен кейін қазір бізде үшінші тестте қате шығу керек. Выбрать файл, asmp.py, отправить. Міне, үшінші тестте қате шықты. Жауап дұрыс емес, бірақ қандай файл енгізгенімізді, қандай файл шығатынын көре алмаймыз. Мұнда тек қандай қате шыққан көрсетіліп тұр, бірақ енгізу және шығару файлдар көрсетілмеген. Бұл да бір сайттың бір кішігірім минусы деп атауға болады. Егер біз енгізіп жатқан файлдың мәндері мен шығатын мәндерін көре алғанымызда, ол бізге жақсы болатын еді. Енді дұрыс код енгізіп көрейік, ол кезде accept деп шығу керек. Дәл осы кодты аламыз. Мұнда комментарийді өшіріп. Енді исходный код решение арқылы жіберіп көрейік. Мұнда файлды қоямыз. Print unpack. Print summa. Byte-ны 3.9 отправить. Міне, accepted. Барлық жауабы дұрыс. Ошибканың қандай түрлері бар? Оны осы жерде тесттің нәтижелерінен көрсеңіздер болады. Бұл кестеде сол жақ бөлігінде сіздерге шығатын хабарламаның түрі тест нәтижесіне сәйкес.
ал оң жағында қазақша анықтамасы сайттың өзінде де бар. Мен осыны қазақ тіліне аударып қойған болатын. Осы презентацияны видеоның астына қалдырамын. Сол жерден жүктеп алып қарасаңыздар болады. Әрі қарай екінші сайтымыз codeforces.com. codeforces.com бұл жерде asmp.ru сайтына қарағанда кішкене тапсырмалар қиындау, но орындауға болады. Бұл сайттың қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар? Бірінші артықшылықтарына тоқталатын болсақ, тапсырмалар санатқа бөлінген. Бұл жерде де жаңағыдай массивтерге бөлек есеп қарастыруға болады, қарапайым математика есептерді бөлу қарастыруға болады. Жиі өткізілетін жарыстар, бұл жерде шынымен де жарыстар өте жиі өтіп тұрады. Айына бір 10 шақты, 15 шақты жарыстар өтеді. Mashup ұйымдастыру мүмкіндігі, Mashup функциясы бастапқысында доступны болады. Оған мүмкіндік алу үшін кемде 3 рет ресми турнирге қатысуыңыз керек осы codeforces.com сайтындағы. Әрі қарай тапсырмалар жаңартылып отырады. Кен олимпиадаларға виртуалды түрде қатысу. То есть оны қазір мен сайтына сізге көрсеттім. Және соңғы артықшылығы басқа қолданушылар шешімін қарау мүмкіндігі. Бұны да қазір сайтта көретін боламыз. Сайтқа кірейік. Міне негізгі интерфейс, басты бетке кірген кезде бұл блог беті. Бұл жерде де соңғы өзгерістер, соңғы жаңалықтар айтылатын болады. Енді соревнование бөліміне кірсеңіздер, осы жақында өтетін турнирлер плюс өтіп кеткен турнирлер бар. Виртуальный участие батырмасын бассаңыз, сол турнирге виртуалды түрде қатысуыңызға болады. Жеке тұлға ретінде немесе команда болып. Әрі қарай енді тренировки. Осы тренировки бөлімде жаңағы айтып өткенімізде барлық өтіп кеткен турнирлер бар. Сол жерге қатысуға болады. Дальше Mashup функциясы пока менде ашық емес. Бұл функцияны ашу үшін турнирге кемде 3 турнирге қатысу керек. Архив бөлімінде осы сайтқа тиісті барлық тапсырмалар бар, номерлері көрсетілген, сонымен тақырыптары және санаттары, математика, конструктив, шадный алгоритмі. Енді сіз жеңіл тапсырмадан қиын тапсырмаға қарай есеп шығарғыңыз келсе, онда бұл жерде сұрыптау батырмасы бар. Решение батырмасын басқаннан кейін осы тапсырманы қанша адам орындағаны, қанша адам тапсырма шешкендігі жайында қарауға болады. Мысалы, арбуз деген тапсырманы 338.512 адам уже шешіп қойған. Яғни бұл тапсырманың жеңіл екенін көрсетіп тұр. Давайте осы тапсырма орындап көрейік. Арбуз тапсырмасына кіргеннен кейін міне негізгі тапсырманың шарттары осы жерде жазылады. Енгізу файлы мен шығару файлы. Бұл тапсырмада бізде сұрап тұр. Петя және Вася деген екі дос бар. Екеуі бір қарбызды екіге бөлген кезде, екеуінде жұп санға сәйкес келетін салмақ шығу керек. То есть 8 килограмм қарбыз екіге бөлгенде екеуінде 4 килограмм болады. Сол екеуіндегі килограмм саны жұп болу керек. То есть қарбыздың жарты салмағы жұп санға тең болу керек. Енді кодты қалай жібереміз? Мұнда да екі түрі бар. Біріншісі дайын файлды жүктеу арқылы, міне атаслайд бөлімінде выбрать файлды басу арқылы сіз өзіңіз керекті файлды жүктейсіздер де атаслайд батырмасын басасыздар. Екіншісі мәзірдің астыңғы бөлігінде тағы бір кішігірім мәзір бар, сол жерде атаслайды басасыздар. Бұл жерде задача автомат түрде таңдалады, сосын бағдарлама тілін таңдайсыз, және мына жерге исходный кодты қойсаңыздар и атаслайды бассаңыздар тестке жіберіледі. Бұл жерде де мен уже кодты жіберіп көрдім, қараңыздар. Так, 1 минут. Міне мына кодты орындап жібергеннен кейін бізде 5-ші тестті ашып қою керек. Атаслайд. Вот, мен уже алдын ала жіберіп қойғам. Бұл жерде не үшін қатеме көрсетіп жатырмын. asmp.ru сайтымен салыстырғым келіп тұр. Міне 5-ші тестте қате болады. Менде код қарапайым, то есть санды 2-ге бөлем. Егер олар 2-ге қалдықсыз бөлінетін болса, ол жұп сан деген сөз экранға yes деп шығару керек, әйтпесе жоқ деп шығару керек. Мұнда міне 1-ші, 2-ші, 3-ші тесттер көрсетілген. Яғни ввод бөлімінде қандай мәлімет енгізілді, вывод бөлімінде сіздің шыққан мәлімеңіз 3-ші жолда ол уже төресінің жауабы. Төресінің жауабы мен сіздің жауабыңыз сәйкес келсе, онда сіз тесттен өттіңіз деген сөз. Бастапқы 4 тесттен өтті. 5-ші тестте жауабы қате. Қандай қате? Бұнда 2 енгізілген, менің жауабы yes деп тұр. 2 жұп сан ретінде енгізген кезде негізі дұрыс, бірақ 2-ге бөлген кезде әрқайсысына 1-1 килограмм қарбыз қалатындықтан бұл жауап қате, no деп шығу керек экранға. Вася мен Петяға бұл
шарттың есептің шарты бойынша екеуінде де жұп килограммға сәйкес келетін сандар болу керек. Оны тексеру үшін біз жаңағы шартқа тек қана және бірге тең емес болса деген шарт қоюымыз керек. Көшіріп аламын. Задача бөліміне кіріп. Міне осы жерден дұрыс кодты жүктесеңіз болады. Онда міне бар уже, яғни міне 2-ге бөлгенде және оның біз енгізген сан 2-ге тең емес болса, онда экранға yes шығу керек. 5-ші тестке орын аламыз. Шарттардың біреуі орындалмай қалып, 2-ге тең болып қалды. Сол себепті экранға no деп шықты. Әрі қарай тесттің барлығынан өткен. Осы жерде қарасаңыздар болады. Барлық тестте қандай мән енгізілді, қандай мән шығарылды. Жаңағы smp.ru сайтында ондай мүмкіндік болған жоқ. Соны салыстыру мақсатында арнайы түрде қате жібердім бұл есепте. Келесі үшінші codeforce.com сайты. codeforce.com бұл сайттың интерфейсіз экранды көріп тұрсыздар. Аталған алдыңғы екі сайт бізде интерфейс орыс тілінде болса, codeforce.com сайтының интерфейсі ағылшын тілінде. Ағылшын тілін не минусқа, не плюсқа жатқызған дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі біз codeforce.com сайтымен жұмыс істеу барысында параллель түрде ағылшын тілін бізде дамытатын боламыз әрі қарай. codeforce.com сайты жайында жалпы мәліметке тоқталып кетсек, бұл сайт кішкене ерекшелеу сайт деп атауға болады. Жаңағы алдыңғы екі сайт кішкене ресми түрде жасалған болса, тапсырмалары деген секілді. Codeforce сайтында бұл жерде уже тематикалық түрде жасалған, шығыс жекпе-жегінің мәнерінде жасалған. Бұл сайттың ерекшелігі осында, тапсырмаларды ката деп атайды. Мұнда тапсырмалар күрделілігі Q өлшемімен белгіленеді. Q өлшемі 1-8 аралығында есептеледі. Аталған ерекшеліктердің барлығы бағдарламалық тілін үйрену үдерісін қызықты етеді. Яғни жаңа айтып өткенімізде шығыс жекпе-жегінің мәнерінде жасалған стилінде деп айтады. Егер ол 8Q болса, ол жеңіл тапсырма, 1Q болса, қиын тапсырма екенін көрсетеді. Артықшылықтар мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде де тапсырмалар санатқа бөлінген. Өзіңізге керек тақырыпқа санатқа сәйкес есептер шығарсаңыз болады. Шығыс жекпе-жегі мәнерінде жасалған, толық тестке жіберуден алдын негізгі тесттен өтіп алу мүмкіндігі қарастырылған, басқа қолданушылар шешім қарау мүмкіндігі. codeforce.com сайтының интерфейсі алғашқы сайтты ашқан кезде сізде де негізгі бет ашылады. Менде бұл жерде уже логин өзім аккаунтыма кіріп отқаннан кейін дашборд беті ашылып отыр. Бұл жерде есеп шығару үшін экранның сол жақ бөлігінде practice бөліміне кіресіздер. Кіргеннен кейін осы жерде өзіңізге керекті тақырыпта санатқа сәйкес немесе бағдарлама тілінен сәйкес есепті таңдасаңыз болады. Мұнда енді мен арнайы мұнда да дайындап қойған тапсырма бар. Мына тапсырманы көрейік. Бірінші бұнда бір сөз енгізіледі. Сол сөздің құрамындағы дауысты дыбыстарды есептеуіміз керек. Дауысты дыбыстар ретінде А, Е, И, О, Ю әріптері жазылған. Бұл тапсырманың шешімі менде дайын тұр. Соны орындап көрейік. Міне көшіріп аламыз барлығын. Есепті шығару оң жақ жоғарғы бөлігінде жерде жүзеге асады. Осы жерге қоямыз. 34 жөндейік. Одан кейін барып. Мұнда тағы бір артықшылығы, сіз толық тестке жіберудің бастапқы 3 немесе 5 тесттен тұратын, кішігірім тесттерден тұратын алдын ала тексеруден өткізіп болады. Яғни сізде мұнда тест және атом 2 батырмасы тұр. Тест батырмасын бассаңыз, осы кішігірім тест арқылы тексеріп алады. Мұнда менде айнымалы атауында қате кеткен. Дұрыстап жіберейін. Әрі қарай тестті басамыз. Міне 5 тесттен өтті. Толық тестке жіберілген жоқ. Бұл әлі тек қана бастапқы тесттерден өтті. Егер осы тесттен өтіп, осы код дұрыс десеңіз, толық тестке жіберіледі. Осы атом батырмасын басасыз. 105 тесттің барлығынан өтті. Өткеннен кейін submitті басқаннан кейін басқа қолданушылардың кодын қарауға болады. Қалай енгізіп, ешқандай кодын көруге болады. Бұл жерде уже ең қысқа код, ең таза код, әрі қарай өзіңіз басқа да қолданушылардың кодтарымен салыстырып көруіңізге болады. Бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, smp.ru сайтын егер сіз бағдарлама тілдері бойынша есеп шығаруды енді бастасаңыз, осы smp.ru сайтынан бастауға, себебі бұл жерде тапсырмалар кішкене жеңілдеу, кейінгі екі сайтқа қарағанда. Codeforce сайтында
smp.ru сайтында уже есепті біраз есеп шығарып болғаннан кейін codeforce.com сайтында есептерді шығаруға болады. Бұл жерде де тапсырмалар өте көп. Әртүрлі жарыстарға, турнирлерге қатысуға болады. Ал codeforce.com сайты егер ағылшын тілін өзіңіз әрі қарай жетілдіргіңіз келсе, және де ағылшын тіліне практика жасағыңыз келсе, және есеп шығару барысын қызықты еткіңіз келсе, осы codeforce.com сайтында қолдануға болады. Бүгінгі тақырып осымен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.